Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз пайыз бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқасының тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші тапсырма берілгені 0,5, 0,9, 1,5. Осындай ондық бөлшектер берілген, біз бұны пайызға айналдыруымыз керек. Ол үшін біз 0,5-ті көбейтеміз 100-ге, сонда ол 50% болады екен. Ал 0,9 көбейтеміз 100-ге, 90% болады екен. 1,5-ті көбейтеміз 100-ге, ол 150% болады екен. Енді бұл А тапсырмасы, енді В тапсырмасында керісінше пайызбен берілген 7%, 50%, 85%. Біз осы пайыздарды бөлшекке айналдыруымыз қажет. Ол үшін 7% тең 100-ден 7 деп жазамыз. Ол тең болады. Мынаны мен ондық бөлшекке айналдырдым. Жай бөлшектен ондық бөлшекке айналғанда 0,100-ден 7 болады екен. Келесі 50% тең 100-ден 50. Қысқартатын болсақ, бөлшекті 2-ден 1 деген жай бөлшек қалады. Оны ондық бөлшекке айналдырсақ 0,5 болады екен. Енді 85 тең 85 бөлу 100 тең бөлшекті қысқартатын болсақ 20-дан 17, ал оны ондық бөлшекке айналдыратын болсақ 0,100-ден 85 деген сан шығады екен. Осымен бірінші есеп аяқталды. Келесі екінші есеп берілгені 57-нің 10%-ын табу керек. Ол үшін біз 57-ні көбейтеміз 100-ден 10-ға, тең 57. 100-ден 10 деген санды ондық бөлшекке айналдырғанда 0,1 болды. 57 көбейту 0,1, ол бізде 5,7 болады екен. Сонда 57-нің 10%-ы 5,7 деген сан. Келесі 200-дің 25%-ын табу керек. Ол үшін 200-ді көбейтеміз 100-ден 25-ке. Тең 200 көбейту 100-ден 25-ті ондық бөлшекке айналдырғанда 0,100-ден 25. Екеуін көбейтетін болсақ, тең болады 50-ге. Демек 200-дің 25%-ы 50 деген санға тең екен. Келесі 7%-ы 42-ге тең санды табуымыз керек. Ол үшін біз 42-ні бөлеміз 100-ден 7-ге тең болады. 42 көбейту, бөлшектердің орнын ауыстырамыз. 7 бөліміне 100-ді алымына жазамыз. Сосын 42 мен 7-ні қысқартатын болсақ, мына жерде 1 қалады, мына жерде 6 қалады. Тең болады 6 көбейту 100. 6 мен 100 қалып тұр. Екеуін көбейтеміз, тең болады 600-ге. Сонда 7% 42-ге тең сан, ол 600 деген сан екен. Келесі 60%-ы 45-ке тең сан. Ол үшін біз 45-ті бөлеміз 100-ден 60-ға. Тең 45 көбейту бөлшектерінің орнын ауыстырамыз. Алым мен бөлімінің 60-тан 100. 60 пен 45-ті бөлеміз 15-ке бөлетін болсақ, мына жерде 4, мына жерде 3 қалады. Енді 4 пен 100-ді қысқартатын болсақ, мына жерде 1, ана жерде 25 қалады. Енді қалғаны 3 көбейту 25 тең болады 75. Сонда 60%-ы 45-ке тең сан, ол 75 деген сан екен. Осымен екінші есеп аяқталды. Келесі үшінші есеп. Үшінші есепте заттың алғашқы бағасы 6000 теңге, және ол 30%-ға арзандаса. Оның арзандаған бағасы қанша екенін табуымыз қажет. Шешуі, ол үшін бірінші 6000-ның 30%-ын тауып алуымыз керек. 6000 көбейту 100-ден 30 тең, ал мына жерде қысқарттық, 6000 мен 100-ді қысқарттық. Сонда 60 көбейту 30 қалды. Тең болады 1800-ге. Сонда 30%-ы 1800 теңге екен. Енді 6000-нан алып тастаймыз 1800-ді, тең 4200 теңге болды. Сонда қымбаттаған деп арзандаған бағасы 30%-ға арзандаған бағасы 4200 теңге болады екен. Осымен үшінші есеп аяқталды.